Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін қызымызды қыдыртайық деп қалаға шығып бара жатырмыз. Айназ, қайда барасың? Дүкенге барасың ба? Влогты ары қарай тамашалаңыздар. Бүгінгі күніміз қызықты өтеді деген ойдамыз. Давай, кеттік. Қайда келдің, Айназ? Қайда келдің? Тамақ ішуге келдің ба? Түскі уақытта шашлык киюга Тима деген мейрамханаға келіп отырмыз. Қазір тамақ таңдап заказ береміз. Міне ыстық тағамымыз шашлыктер де келді, ысылай. Пішті. Мына жақта Наполеон шашлык, мына жақта бауыр шашлык, және мына жақта тауықтың етінен шашлык. Оған қоса осындай нан тізбетінде алып келді, ысылай, бауырсақтары менен, лепешкалары менен. Сізге ас болсын, өте дәмді, иісі дейтін мұрын жатып барады ғой. Ас болсын. Айназ қызымызға сорпа заказ беріп едім. Қараңыздар, қандай әдемі ыдысқа алып келген екен. Қазір осы ыдысты қызықта отырып, сорпаны ішетін боламыз. Тауық, арыстан. Жұмсақта, күшті де. Нандарды істеген өте керемет. Балғын күйінде. Бауырдың ішіндегі бөлек екен. Сорпа жейсің ба? Ау. Өте керемет. Дәмді түскі асымызды ішіп, балалар ойнайтын жерге келді. Қазір Айназды ойнатып, қуантатын боламыз. Қарын тойды. Енді арқайын ойнауға келдік. Айназ. Бұның қызығушылығы 5 секунд деп болдық. Ойнақ болдық деді. Кел, бүйтіп отырасың, Айназ. Бүйтіп отырасың, ұста. Айназдың қызығы кеттік. Ойынға деген қызығы. Айназ. Басақ бола нормально осы. Болды ма? Нормально ма? Нана отыра алмайды онда. Молодец, Аниш. Жаным. Молодец. Жоқ, Аниш. Екінші аяғымен нан басасың. Аяғымен нан бас. Ага. Да, карабкасы. У тебя получится. Давай, Анюш, сен қолынан келеді, Анюш. О, молодец. Тиктокта тренд болып жатырған мен ұнататын заттарды алуға супермаркетке келіп тұрмыз. Қазір бірінші болып Азамат кіріп кетті. Ал мен қазір машинада қызымызбен бірге отырмын. Дүкеннің жанында осындай гүл сататын дүкен бар екен. Соны қарап отырмын. Мына кісілер аэропорттан келген сияқты. Өйткені ручной багаждың наклейкасы бар сумкалерінде. Келіп гүл алып жатыр. Қызық. Ойлап отырмын, кімге алды екен, кімді қуантайын деді екен деп. Ішінде тағы біреу гүл алып жатыр. Мен соның бәрін гадать етіп отырмын. Кім кімге, кімді қуантуға алып жатыр екен. Күшті. Осындай ер азаматтар көп болса күшті ғой. Жалпы
вниманиені барлығымыз жақсы көреміз ғой. Қазір Азамат екеуміз тренд болып жатырған видеоны түсірейін деп отырмыз. Біздің ұнататын нәрселер. Бізде 3 вариант бар. Біздің ұнататын сок, біздің ұнататын снек, біздің ұнататын шоколад, яғни тәтті. Давай сусыннан бастайық. Мен не ұнатады екем сенің ойыңша? Мен жақсы көретін сусын ол апельсиновый сок және кефир. Кефир жақсы көрем. Күнде кешке кефир ішем. Оны Азамат жақсы біледі. Мен ойымша айран ұнатасың. Және Макси чай лаймовый. Бұл бар жалпы списогымда, бірақ мен видеода айтқан списокта жоқ. Мен бұдан да қатты жақсы көретін согым бар негізі. Апельсиновый сок па? Иә. Білемін оны мен. Неге ішпейміз, мен жақсы көремін, мен жеймін ғой. Мына сок деген қазір білмеймін, Махамбетте таптырмайды мынау деген. Сол үшін алып көрейін дедім. А так апельсиновый сокты любое время ала қоюға магазиннен бар. Жарайды онда. Так, мен ұнататын снекті шығарыңыз. Мен жақсы көретін снек ол чипсы лейстің именно сыр түрі. Жалпы қай нәрсенің сыр түрін ұнайды ғой маған. Қай снектің. Ол сухари болсын, ол чипсы болсын. Нәкөннің ұнататын снегі бұл лейс сыр. Иә, ол жағынан дұрыс. Үшінші? О, точно. Иә, бірақ мен бұны видеоға айтпадым. Мен осын жақсы көрем, иә, рас. Именно осы ма? Просто. Именно осы емес, жалпы сыр қосылған түрінде. Сырны район нәкөн жақсы көреді. Тәттілерге келетін болсақ, менің ұнататын тәттім ол Рафаэлло, Киндер Bueno. Мен айтмаған тағы. Жалпы вкусым өзгере береді ғой. Баунти ұнайды. Прям айтарлықтай сол үшеуі ұнайды. Нәкөн бізде баунти шоколадын жақсы көреді. Иә, так. Потом Kinder Country, да? Суреттегенде енді то же самое, көптен жеген жоқпыз. Негізі Bueno осындай расурет, Kinder Bueno сияқты. Мен оны көп алып қоясын, қазір что-то растырмай жүрген сияқты. Сол үшін на всякий случай осыны алғаным, өйткені көптен бері жеген жоқ деп. И үшінші бізде Бахрома. Прага, молочный шоколад дейтін. Мен мороженыйды айтпап едім негізі. Нәкөн мороженый жақсы көреді. Жалпы қыста да, жазда да мороженый аңсап тұрады негізі. Сол үшін бір еркелетіп жүрейін деп алғаным ғой. Рахмет, күшті. Рахмет жан. Көңілінен шықты. Барлығына дәл таптың деуге болады. Бірақ білесің ба, мен видеода қандай тәттілер туралы айтқанымды? Білмейді екенмін. Мен Рафаэлло жақсы көрем. Рафаэлло. Есіме түспеді шынымен де. Айтып салар едім. Жарайды. Мороженыйға рахмет. Респект. Енді мен шығарайын сенің жақсы көретін заттарыңды. Так, менің жақсы көретін сусыным. Мен жақсы көретін сусындарым бұл газированный сусындар. Кола, спрайт, сол секілді соктар ұнатамын. Сонымен қатар Nexty чай ма или сондай бір шайдың тоже лаймовый вкусын ұнатамын. Сен жақсы көретін сусын Макси чай мята. Мята, лайм ба? Дәлізі. Дұрыс, бұл мен спискінде болды. Бірақ мен атын ұмытып қалдым жерде. Nexty чай дедім бе, бірдеңе айтып жүрдім. Чайден лаймовый вкус дедім. Соған осы бұны біз есептейміз. Молодец. Сен де мен де осы сокты алғанымыз. Мен ана магазинге барған кезде, екеуміз бір магазин алдық негізі, бірақ бөлек-бөлек. Мынаны көрдім. Бірде-екі. Осыны алайын дедім де, екен осыны алып қояр дедім де. Нөлпейтін алып кеттім. Нөлпейт алып кеттім. Так, келесі менің жақсы көретін снегім. Любимый снегім бұл флинт жақсы көрем. Басонасы флинт жақсы көрем, тек қана.
сосын шеміш жаққанын ұнатамын. Сенің жақсы көретін ісің флинт. Молодец, бұны мен айттым тоже. Ne? Именно осыдан басқа шеміш жаққанды жақсы көремін дедім. Ал бірақ именно осыны айтқан болатынмын. Именно флинт. Шашлык түрі деп. Жоқ, просто флинт дедім. Ұнатамын дедім флинт. Бірақ флинттің ол қандай екенін айтқан жоқпын, просто флинт дедім. Керемет. Бір-бірімізді таниды екенбіз десейші. Сен жақсы таниды екенсің. Күмәндендің ба? Негізі танымайды деп ойладың ғой да, айтшы. Танымайды деп ойладым сені. Ота құрғанымызға 3 жыл жылдан асқалы жатыр алла бұйырса. Сонымен танымай жүрген шығар деп ойладым. Бірақ таниды екен, оказывается. Бірақ әлі үшінші нәрсеміз бар. Мүмкін ол қате болатын шығар деп. Любимый сладость. Давай, такой. Мен жақсы көретін сладостьтің бұл шоколадтардан жаңа баунти, сникерс, Қазақстан шоколады. Бұны мен де тоже айттым бұны. Айттың ба? Дополнительно айттым. Мен өйткені бір емес, бір екеу или үшеуін айтқан болатым. Менде әлі бар ғой. Бар ма? Біздің рахат сыйлығын ашқандағы видеомызда сен дейтін тағы бір 2 конфет жақсы көретініңді айтқан болатынсың. Иә, айтпашы. Есіме түсті. Күшті. Мен үші бұндай ойламаппын бар ғой. Рахат шоколадты айтқан жоқ, бірақ енді өмірде енді жақсы көремін тоже. Жегенін ұнатамын. Шаймен тістегенін ұнатамын. Тағы бар ма не? Тағы бар. Күтейік, қарай қал. Бұл не? Халва. Халваның түрін алдым. Иә. Халва жақсы көреді деп. Не? Халва жақсы көремін тоже. Ішінде түрі бар. Танимын. Танимын. Үшеуінде таниды екенсің. Үшеуінде де. Үшеуінде жақсы көресің ба жалпы? Мен дұрыс емес алдым ба? Жоқ, жақсы көремін. Бәріне жақсы көремін. Үшеу тұрған. Атқа жоқ қой бізге. Тамаққа не істеймін, талғамайын тамақты вообще. Үй, қояға. Бәрін жеймін тамақ. Әсіресе тәттіні қатты талғайсың сен дейтін. Тәттінде арзан тәттіге жыламаймын мен. Чисто қымбат тәттілер. Сонымен мен сені таниды ма екен? Мен таниды екенсің. Ал мен сені танимын екен? Танымайды екенсің деп ба? Апельсин согылмайды деп. Апельсин сок алып беремін бөлек. Құралай маған соқ қойып беріп жатыр деп ба? Тамшысы дейсің. Рахмет. Мына жақта Инстаграм жүргізіп жатыр деп ба? Подписываемся деп ба? Бүгін 25 қаңтар құрбыларымызбен кездесіп, түрік таңғы асын жеуге келдік. Чабан деген мейрамханадамыз. Өте керемет, тыныш, әдемі жерде бас қосып жатырмыз. Қазір әңгімемізді айтып, асықпай түрік таңғы асын ішетін боламыз. Бізде практикада бұл бірінші таңертең кездесіп жатқанымыз деп. Онда да 12 болған кезде келдік. Әйтеуір түрік таңғы асын 2-ге дейін береді екен. Сіз не айтасыз? Я наслаждаюсь турецким чаем. Күшті ма? Ас болсын. И афет olsun. Afiyet olsun ya. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Келесі кадрларда микрофоным өшіп қалған болатын, және мен оны байқамай қалғам. Сол себепті қазір монтажда үстінен дыбыстап отырмын. Осы жолы қыздармен қахвалты ішуге жиналдық. Өйткені түріктер үшін таңғы ас жай ғана ас емес, бұл ритуал. Олар таңғы асты 1-2 сағатқа созып, әңгімелесіп, шай ішіп отырады. Сол үшін біз де асықпай әңгімемізді айтып арқайын отырдық. Қызықты факт, қахвалты сөзі кофеге дейін деген мағынаны береді екен, яғни таңғы ас кофе ішкенге дейінгі ас. Сол себепті түріктер таңғы асты міндетті түрде шаймен бастайды. Жылы шай, дәмді ас, қыздармен әңгіме,
таңды осылай бастау керек сияқты. Ал мына жерде біз таңғы асты жай ғана ішіп отырған жоқпыз. Біз құрбым Құралайды проверкадан өткізіп жатырмыз. Түрікше бірнеше сөз біледі екен, сериал көріп үйренген секілді. Болды, отыр дедік те импровизация бастап кеттік. Айналамда жүрген адамдардың барлығы үйреніп болған. Менің қасымда жүрсе, біреу міндетті түрде челленджге түседі. Бүгінгі бақытты жеңімпаз осы құрбым Құралай. Ол да енді мен оның артынан қалмайтынымды түсінгендей, Бени анласана деп өлең айтып кетсе болмай ма? Білмеймін, кімге не түсіндіргісі келді екен. Жалпы түріктерде ән айту арнайы сахна күтпейді. Көңіл күй бар ма? Болды, ән өзі шығып кетеді. Сол себепті таңғы ас бір сәтте шағын концертке айналды. Ең бастысы бәрі шынайы. Міне, біздің түрікше вайб осындай. Мен сөйтіп айтамын, сен ыржиып тұру керексің деп тұр ма? Мә түсіріп жатыр өзі. Ютуб айтайын топ Жайық жағасына келіп, тиктоктың трендтерін түсіріп жатырмыз. Сіздер за кадрым, қараңыздар не болып жататынын. Мұрын ұстап не обязательно екен ғой да? Қалай қайтеміз? Ты попробуй чай сначала. Вкусно, да? Так что, Аспазы. рахмет. Бізге мынаны жеме деп отыр, сосын біз жей алмай отыр. Можно кушать уже. Шаймен торчегіміз келеді. Жылынайық деп, дальше больше деп, біз спотен кофейняға шай жуге келдік. Осындай қазақша шайымыз бар.